Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін математика сабағымызды тақырыбы бөлшектер аралас сандар 113 сабақты ашайық. Бірінші есепті шығар дейді. Ақау бар шүмекте күніне шамамен 10 литр, яғни бір шелек су ағып кетеді. Бір аптада қанша су босқа ағып кетеді? Бір айда бір табиғатқа қандай зиян келтіреді? Егер 1 метр куб су 70 теңге тұратын болса, онда шүмектегі ақаудың отбасылық бюджетке қалай әсер ететінін есепте дейді. Мұнда бізде күніне шамамен 10 литр су деп тұр. Яғни бір шелек су ағып кетеді екен. Бір аптада бізде неше күн бар? 7 күн бар, е? Енді бір аптада қанша кетеді дейді. Сонда 10-ды 7-ге көбейтеміз, сонда бізде 70 литр су аптасына кетеді екен, немесе 70 шелек. Енді бір айда шейді, бір айда бізде 30 күн, бір күнде 10 литр су болса, бір аптайда 10-ды 30-ға көбейтеміз, сонда 300. Бір айда 300 литр су жұмсалады екен. Ал 1 метр кубта бізде 1000 литр су жұмсалады. Мына жерде, мына 10-ды 30-ға көбейтеміз, 300 1 метр куб деген ол 1000 литр су. Сонда 1000 литр су 70 теңге жұмсалады. Келесі екінші тапсырма. Бөліктердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз дейді. Бізде мұнда 2 бөлшектер берілген, я? Мұнда 6-дан 6 бөлігі боялған, және 6-дан 5 бөлігі боялған. 6-дан 6 дегеніміз бізде балалар 1 бүтін, яғни 6-ны 6-ға бөлсек 1. Өткен сабақта бұлды есеппен таныс болдық, есептедік. Дұрыс және бұрыс бөлшек деген. Мынау бізде бұрыс бөлшек болып тұр. 6-дан 6 бізде бұрыс бөлшек. Біле тұра 1 бүтін 6-дан 5. Бұл 6-дан 5, 1 бүтін 6-дан 5 түрінде жазуға бола ма? Я, болады. Мұнда бізде міне А нұсқасында 6-дан 5 бөлігін қосамыз. 6-дан 6-ға. Бұл болады бізде 6-дан 11. Бұл бізде бұрыс бөлшек, е? Немесе 1 бүтін қосу 6-дан 5 деп жазуға болады. Яғни 6-ны 6 бүтін. 6-дан 6 бізде 1 бүтін. Қосамыз 6-дан 5. Тең 1 бүтін 6-дан 5 болады, яғни болады. Екінші ән нұсқасында сызбада 3-тің неше үлесі белгіленген бұрыс бөлшек түрінде жаз дейді. Мына жерде бізде сан сәулесі берілген 0-ден 4-ке дейін, я? Енді қарайық. 3-тен 1. 3-тен 1. Мұнда қалықша болады. 3-тен 2 болады. 3-тен 3, яғни 1 бүтін бізде 3-тен 3 болып тұр, я? Келесі 3-тен 4, 3-тен 5, енді 3-тен 5-ті бізге бөлшек түрінде жаз дейді. Мына жерде 3-тен 5-ті бөлшек түрінде жазамыз. 3-тен 3 қосу 3-тен 2 бізде 3-тен 5 береді. Біз бөлімін өзгертпейміз, алымын ғана есептей саламыз. Сонда мұнда бізде енді 1 бүтін 2-ден 3. Яғни 1 бүтін, міне 1-ге дейін 1-ден асып кетті ғой. 1 бүтін 2-ден 3 деп жазуға болады. 3-тен 3-міз бізде 1 бүтін болып тұр. Сонда 1 бүтін 3-тен 2 деп жазуға болады. Енді мына жерде ережемен таныс болайық. Натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы жазылған сан аралас сан деп атайды. Мысалы 2 қосу 3-тен 1. 2 бүтін қосу 3-тен 1 деп оқимыз. Сонда бізде болады 2 бүтін 3-тен 1. Аралас санды бүтін сан бөлшектердің қосындысы түрінде жазуға болады. Яғни 2 қасына жазамыз. 2 бүтін.